таңдауға, уақытты үнемді пайдалануға мүмкіндік береді. Жаңа айтып кеттім, біздің пәндердің спецификасы өте басқаша. Енді қолымыздан келгенше балаларға эстетикалық білім беруге талпынып келеміз. Келесі сөзді Қожахметов Қалсын Жолдасбаевичқа беремін. Дұрыс болды ма, ағай? Қазір мен немді қояйын. Слайдымды. Так, құрметті әріптестер, сәлеметсіздер ме? Қазір мен өзімнің сабақта жүргізген обратный связін көрсетемін, сабақта қалай пайдаланатын нәтижелерін. Назар алыңыздар. Қалсын Жолдасбаевич, а тут почему такая пауза? А что там? У меня идет, это не слышно вам, да? Звука нет. Нет, звука нет. Сейчас я звук Да. тогда. Так, сейчас. Не могу видеть. Совместно. Не терпится посмотреть. Остановили. Совместное использование деген бар ма екен? Қайтадан. Еще раз включите. Совместное использование деген бар. Не слышно? И не стимет. Слайд жіберейін. Жолдасбаевич, вас слышно хорошо. Меня слышно, вот да? Да, вас хорошо слышно. Слайд не слышно, Ну, да? Еще раз включите слайд.
Вот, теперь идет. Теперь идет. И звук. Включайте. Так. Стоит, да? Так, göründü mü? Видно? Көрінді ағай. Көрінді. Видео жазып қойын, видео шықпады. Жарайды, енді былай слайдпен көрсете салам. Так. Тема приемы обратной связи на уроках музыки. Классификация обратной связи. По цели эмоционального состояния, деятельности, содержания, по содержанию устное, письменное, по способам проведения анкета, вопрос, ребус, таблица, тесты, рисунки, по форме деятельности фронтальная, индивидуальная, по функции личностная, интеллектуальная. Платформы, которые я использую во время дистанционного обучения на уроках музыки, это онлайн-мектеп, күнделік, WhatsApp, Zoom. Так, вот здесь приоритетной целью современной образовательной концепции стало развитие личности, готовых к самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию. Обратная связь позволяет приучить ученика к самоконтролю, самооценке, развитию учащихся критического мышления, осознанного отношения к своей деятельности. Таким образом, обратная связь на уроке – это совместная деятельность учащихся и учителя, позволяющая совершенствовать учебный процесс. Виды обратной связи на уроке. Голосовые. Голосовые – это у меня, когда дети высылают голосовые сообщения. Сейчас я дам вам послушать. Здравствуйте, Калсунага. Кира. Я Кира. Мы побывали в стране Кюя. Кю – музыкальное произведение, написанное для дамбры или кобыза. Мы побывали в стране марша. Марши бывают разные. Марш бывает военный и сказочный. Марши еще бывают спортивные и праздничные. Были в стране песни и познакомились с композитором Михаилом Глинко. Вот такие голосовыми
работаем на обратной связи. Письменно. Здесь высылают свои домашние полученные задания, ответы, высылают смайлики, как он понял урок. Здесь лестника успеха, радуга тоже. И они высылают тоже еще. Здесь, сейчас я вам покажу видео. Ой, сейчас видео. Слайд. Билеген. Вот это передвинуть нельзя. Да, вот это. Небольшое видео. Ага, смотришь? Угу. Ой. Сколько способов салатный минус? Процесс обратной связи должен быть многогранным, так как оценка должна проводиться не только личностью самой себя, но и окружающими людьми. Таким образом, обратная связь на уроке – это совместная деятельность учащихся и учителя, позволяющая совершенствовать учебный процесс, ориентируясь на личность каждого ученика. Спасибо за внимание. Маленькие технические неисправности. Не получилось, хотел как лучше, получилось наоборот. У меня все. Келесі сөзді Бекетаева Айнара Мауленовнаға береміз. Ағай, мына неңізді жабасыз шығарсыз. Презентацияңызды. Роза Мыржағановна, дайынсыз ба әлде сіз? Айнара Мауленовна, барсыз ба? Бастай берейін, Кәмшат апай. Сәлеметсіздер ме, құрма? Айнара Мауленовна. Құрметті ұстаздар. Сәлеметсіздер ме? Демонстрация экранын қоссаңыз, қасына ренжімес. Инара Мауленовна, такие большие паузы. Сейчас люди все разбегутся. Побыстрее можно технически, чтобы работали? Подготовьте быстрее презентацию. Казбек Кашкетеды.
Айнара Мауленовна, Не болды, Айнара Мауленовна. Обиделась, что ли? Роза Мырзажановна барсыз ба? Иә, Камшат апай. Жалғастырыңызшы сіз. Рахмет. Роза Мырзажановна, сізден кейін выступать етейін қазір. Интернетім дұрыс таппай қалды. Презентация көрін. Камшат Ануаровна, презентация көрініп тұр ма? Көрінді, көрінді. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі вебинар тақырыбы кері байланыс сабақ нәтижесі. Еңбек барлық тәрбиенің қайнар көзі. Жас жеткіншектер Жанна, этот доклад не надо читать. Вы только из опыта работы расскажите, ага, хорошо? Вот потому что люди с 3 часов сидят, уже шаршаваты. Самую суть рассказывайте. Кері байланыс сабақ нәтижесі. Мен өзім сабағымда қолданатын платформа түрлері ол WhatsApp, онлайн мектеп, күнделік кезет және Zoom. Кері байланыс сабақтың соңында ғана емес, сабақтың басында да, ортасында да, аяқ жағында да қолданып отырамын. Ол сұрақ жауап әдісі арқылы, немесе миға шабылу, жұмбақ жасыру әдісі арқылы кері байланыстар жүргізіп отырамын. Оқушылардың ой өрісін дамыту оқу үрдісі кезінде болады. Оқушының өз бетіндегі толықтыру мен өзін дамытуды қамтиды. Оқушы білім алу мақсатын саналы түрде түсінсе ғана барлық жұмысты белсенді атқара алады деп есептеймін. Қолайлы оқу үшін оқушыларға кері байланыс арқылы мен үнемі мандақтап отыруымыз қажет. Мысалға, жарайсың, керемет, өте жақсы деген сияқты әр жұмысқа мотивация беріп отырамын. Мына көріп отырғандай слайдтағы. Енді мен өзім қысқаша айтып кетейін. Негізі бізде шығармашылық жұмыс көп болғандықтан мен әсіресе өздерінің жасаған бұйымдарын жібергеннен кейін ең жақсы шыққан бұйымды оқушыға жекеге шығып ұсыныс тастаймын. Сен мына жұмысты керемет жасапсың. Осы жұмысында өзің видео арқылы түсіріп, жасап отырған процесінде шағын ғана 2-3 минуттық видео түсіріп, мастер-класс көрсетесің ба деген ұсыныс жасаймын. Сол кезде оқушы қызыға қабыл алады. Соны біз әр WhatsApp-тағы отырған оқушыларға группаға жібереміз. Бұл менің жіберіп отырған мақсатым, өйткені оқушы мұғалім немесе үлкен кісі жасаған сілтемелі бергеннен гөрі оқушы өзінің сыныптасы берген тапсырманы қызыға орындайды деген мақсатта жіберіп отырдым. Ол нәтижеге ұласты, қызықты, олардың ойларында, саналарында бірден бір ой қозғалды деп айта аламын. Өйткені олардың ойларында менің сыныптасым осындай жұмысты жасады. Неге? Мен де жасай алам деген қызығушылық оянды. Мастер-класс жіберу арқылы. Енді қорыта келе, мен суретте көріп отырсыздар, барлығы жұмыстарды WhatsApp арқылы керемет жұмыстарын жүргізіп отырады, жіберіп отырады. Мен олармен кері байланыс жақсы, керемет. Егер қате шығып, бір жер дұрыс қисық болып жатқан жағдайда мен шығып өздерінің қателіктерін айтып отырдым. Айтып отырамын да әлі де. Кері байланыс әрекетін ұйымдастыруда көзделетін басты мақсат емес, оқушының саналы ішкі рефлексиясын даярлау. Сол арқылы қазіргі кездегі маңызды болып саналатын ол өз бетімен еңбектенуі, бәсекеге қабілетті болуы,
алғырлық қабілеттерін дамыту ары қарай. Кері байланысты түрліше өткіземіз. Жаңағы айтып кеткендей. Тема шабу, сұрақ жауап, жұмбақ жасыру арқылы немесе әңгімелесу түрінде. Кері байланысты ауызша немесе жазбаша түрінде WhatsApp арқылы үнемі жүргізіп отырамын. Назарларыңызға рахмет. Сұрақ болса қоя берсеңіздер болады. Рахмет, Роза Мырзажановна. Айнара Мауленовна, дайынсыз ба? Айнара Мауленовна. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Көркем еңбек сабағында кері байланыстың тиімділігі. Кері байланыс түрлері: жазбаша ауызша пікірлер, жұмыстың жақсы жағып өту, жұмысты жақсарту жолындағы нақты пікір, мұғалім мен оқушының ынтымақтасқан жұмысы. Оқушының жұмысына кері байланыс жасау. Кері байланыс оқушының оқыту үрдісі қалай өткені және қандай нәтижеге қол жеткізгендігі туралы ой пікірін тыңдауға негізделеді. Кері байланыс сабақтың соңында ғана емес, сабақ барысында оқушылардың өз бетімен орындайтын тапсырмаларының соңында жүргізіліп отыруы керек. Мұғалім оқушының кез келген кері байланыстағын оқи отырып, жұмысының сәтсіз шыққан тұсын және сәтті шыққан қадамын, ендігі істі әрекетін қалай жақсартуға болатынын алдын ала біледі. Сонымен қатар, кері байланыс парағы арқылы оқушының үніне құлақ түріп, оқу мен оқытудағы кездесетін кедергілерді айқындап, келесі оқытуға бұдан да жақсырақ дайындауға түрткі болады. Кері байланыс менде баспалдағы арқылы жүргізіледі, және де онлайн мектеп платформасы арқылы жүргізіледі, және мынандай графикалық жұмыстарды жөндеу барысында колледж программасы арқылы жүргізіп, кері байланыс жасаймын. Және де графикалық жұмыстарын оқушылар 3D компас программасында орындап жібереді. Оны мен қайтадан тексеріп, өздеріне WhatsApp арқылы жіберіп отырамын. Және графикалық жұмыстарды біз қолмен де сызып отырып жібереді. Сонымен қатар, көркем еңбек сабағында 5 саусақ әдісі арқылы жүргізеді. Және 5 саусақта әртүрлі сұрақтар қойылады. Лестница успеха деген кері байланыс арқылы жүргізіледі. Кері байланыс жүргізіледі. Сонымен қатар, менде практика жүзінде кері байланыстар видео, аудио және де этап бойынша мынандай суреттер арқылы жүргізіліп отырады. Мысалға, мына оқушының жасаған видеосы. Grinding like I've never been, pushing on my limits, yeah, I'm seeing tunnel vision. Everybody wants an in, you're trying to get them in and you won't even get a ginger, yeah. You're putting in the work, spitting all your fancy words, you're still talking like a player, just another troublemaker, and I get what I deserve, yeah, I'm putting myself first, I'm not stopping for no favors. Go on and on, I ain't gonna lie, I ain't got the time, go on and on, I ain't gonna lie, I ain't got the time, go on and on. I ain't trying to compromise, never settle for less, yeah, I'm independent. Won't hear me apologize, I ain't trying to impress, you don't know what I do best, yeah. All your fancy words, you're talking like a player, just another troublemaker.
поросенка, и захотели они построить себе домики. Младший построил себе дом из соломы. Средний построил себе Осындай сияқты видеолар жүргізіледі және де аудиолар Нам жүргізіледі. надо нарисовать эскиз. Второй шаг – это его вырезать. Третий шаг – это отмерить Мына ткань, бізде екінші материал, аудио. который нам нужен. Например, брать горячий продукт, отмерить ткань или материал, который нам нужен, и потом затем все пришивать. Когда вот перчатка, например, брать горячий продукт, и нам надо... Ой. Осында кері байланыс әрекетін ұйымдастыруда көзделетін басты мақсат оқушының саналы ішкі рефлексиясын даярлау, сол арқылы қазіргі кездегі маңызды болып саналатын өз бетімен еңбектену, алғырлық сияқты қабілеттерін дамыту. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Айнара Мауленовна. Қымбат Төлеуханқызы, сізге сөз береміз. Құрметті Әділханова, әріптестер, Қымбат Төлеуханқызы. Кәмшат Ануарна, Ау, да. кешіріңіз, сөзіңізді бөліп жатырмын. Қазір бізде уақыт аяқталып жатыр. Ага. Жаңағы ссылканы басып қайтадан кірсе, иә, мұғалімдер? Хорошо. Ага, жақсы.